қазір 14, 15, 16 жастағы кішкентай балалар бапкері, спорт школаларының директорлары бүгін нәтиже талап етеді. Ол ФЦ-лардың арасында чемпион болу керек. Ал болашақ, тура сол балалар өсіп келеді де, андер 17-ге алынған кезде Испаниядан 7-0 ұтылады. 6-7 жасында бәрі күштен үйді, 17 жасында қайықта, өйткені бәрін өлтіріп тастаған. Тізелері ауру, жартысының жүрегі горилламен отырған, осындай жартылай футболист, жартылай бірдеңке пайда болады. Олардың арасында өз-өзін сақтап, ерік бітпей, әр нәрсеге басын ауыртпай, футболист болып жатқандар некен саяқ. Ол тек қана академиялардан ғана шығады. Ол бір жағынан медицинаның дәлсіздігінен ғой. Жалпы көп қой проблема, оны айта берсеңдер. Қазақстанда тем более бізде менталитет қалыптаспаған ғой, кішкентайынан. Біздің айналамызда, Криштиану Роналду секілді өз-өзін толықтай кемелдендірген футболшылар, спортшылар аз ғой, некен саяқ. Біздің спортшылар қандай үлгі береді? Басқа да, боксшылар, басқалар да. Бір-екі олимпиада чемпион болғаннан кейін депутат болып кетіп жатады, кейбіреу кафеде бір қыздарды ұрып жібереді деген сияқты сондай оқиғалар бар ғой. Сонымен нашар болып қалып жатыр. Таза өз-өзін ұстайтын футболшылар да қазір аз. Бірақ енді дегенмен 2000 жылдан кейін пайда болып жатқан қазір әсіресе 2007-2008-дердің арасында бар талантты балалар, әсіресе 2009-2010-да керемет балалар бар. Солар шығады бірнеше жылдан кейін, солар үлгі беруі тиіс деп есептейміз. Және мынау Кюджи лиганың да кішігірім пайдасы бар, ойын практикасы үшін. Бірақ енді ол Кюджи лиганың қазір мемге айналып кетті, біз тәрбиелеп шығарған болар. Жоқ, олар емес, олар тренировка жасамайды Кюджи лигада, ол тек лига ғана. Сондықтан олардың артықтау.